Мына уақып жөнінде бір қызықты оқиға айта кетейін. Көп адамдар енді уақып дегенде тек қана бай адам жасай алады ғой деп ойлайды ғой. Мына Стамбулдың кезінде ол шеткі аймағы болған. Бір ауылынан, шеткі ауылынан Стамбулға келіп бір жұмыс істеп жүрген қарапайым кісі түскі ас кезінде қандай түс асханаға барады екен де, қандай түс жасалғанын қарап тұрады екен де. Одан кейін осы түскі асқа қарап тұрып жегендей болдым дейді екен, өзі жегендей болып. Бірақ соның ақшасын үйіне бір сандық қойып қойған, соған апарып салады екен әр уақытта. Сөйтіп жинап 10 шақты жылдан да артық жинаса, бір күні сандығы толып кетті. Әгіні ашып қараса, әжептәуір ақша жиналған. Содан сол жердің әкімшілігіне барып мешітке жер сатып алады екен. Сол мешітті тұрғызып, мұнарасын, құбладағы михрабын, 4 қабырғасын тұрғызған уақытта қайтыс болып кетеді екен. Сол мешітті Санки Ерім деп атайды қазір. Стамбулға қосып кетті ол мешіт. Сол бір шама жылдар сол төбесі ашық қалпы тұрған екен. Адамдар келіп соны зиярат етіп, қарапайым адамның түскі асынан жинаған ақшадан салынған мешітті көреді екен де. Уақып етіп Алла жолында салған мешіттін. Ашық аспан астындағы мешіт болған екен. Жаңбырда бір шатыр тігіп, сөйтіп оқып жүрген екен қаншама жыл. Қазір енді төбесін жауып жөндеп аяқтады. Бірақ сондай бір адамның, қарапайым адамның қолынан сондай жегендей болдым деген мешіт тұр. Сонда түскі асын Құран-ы Кәрімде аят бар ғой, астағфирулла, күлу вашрабу ва ла тусрифу, ішіңдер жеңдер, бірақ ысырап қылмаңдар деп. Ол кісі Алла рұқсат берген өзінің түскі асының өзінен сөйтіп жаңа үнемдеп сондай мешіт салған екен. Енді осыған ұқсас біздің қазақ тарихында да алаш меценаттары болғандардың ішінде Қаражан Үкібаев деген сондай бір ағамыз өткен. Сол кісі де кезінде бай болып тұрса да ысырапты жақсы көрмейді екен. Жаңағыдай көшіп отырған ғой, сол кезде малдары жайлауға, көктеуге көшіп бара жатқан уақытта артында қалып қалған нәрселерді, тіпті қойдың жүніне дейін жинап ысырап қылмай, қалып қалған бір ағаштардың өзін, мысалы айтқан уақытта келісап, сондай бір ағаштарға қалса, содан бір нәрсе жасап, әгіні сатып, сөйтіп қайтыс болған уақытта дейді Қаражан Үкібаев бабамыз, сол кісінің артынан жаңағы өзінің қолымен істеген еңбегінен дейді 100 жылқы садақаға таратылған дейді. Ол байлығының сырында, байлығында барған адам, бірақ ысырап қылмайды екен де. Жаңағыдай жүргенге жөргөмілінет деген сияқты сондай шашылып қалған жүннің өзін жинап жүріп, далада қалып қалған ағаштардан сондай бір нәрселер жасап, халыққа пайдалы бір жаңағыдай немесе қайыс жасап, сондай бір нәрселер жасап, соны сатып, сол ақшасынан жиған 100 жылқысын садақаға таратқан екен.